Алуштадан Жанкойге же Керит шерінден Акмечит шеріне қадар. Бинлернен келіп кечкен километрлер ве юзлернен келген иштиракчилер. Миллет йылдызы Лейханын тақымы Қырымның 20-ден зияде район ве шерлеріні долашып чықты. Сонunda есе Ахмечит шерінде зайлав туру кечті. Иштиракчилер эмді жюри азалары кастингке месулиет или азырлық көрділер. Дүлбер сана костюмлері уникаль репертуар ве мутихаслардан мерахлы мастер-класслар да олды. Вот, раздвигай. Мен буралы. Просто скажи, мен буралы. Возьми вот сюда и скажи, мен буралы. Мен буралы. Ну вот так надо и петь, как говорить-то. Кастинг 3 saat devam etті. Қырым татар эстрадасының белі түркулері ве муэллиф композициялары яңғырады. Зарема Аблаева кастингте «Алтын бешігім» адлы муэллиф еріні тақдим етті. Оның білдіргеніне көре бөле ярышлар бізім медениетімізні арақбетлештіре. Бірқач ерлар енді хазинемде бар. Хазинемізде егер керек олса, бұйырсынлар балалар жан юрекнен сөзлерін yazып берерім. 2 ай давамында бізім тақымымыз Қырым бойынша кезіп ең яқшы ержіларны қыдырды. Әрбір көші өз уникаль сеслерінен қуандырды. НСАсы есе бұл проект яш истидатларны тапмаға ярдым әті. Замечательный проект, и действительно он очень нужен для поддержки молодых талантов. Здорово, что у Миллет Йылдызы есть такая команда. Кастинглер биткенінен бізім ішіміз бітмей. Миллет телеканалының сержілері чықарылған кастинглердің телеверсияны сейреті білежеклер. Sonra есе яры финал ве финал олачақ. Тапсылятлы малюматны бізім иштимai ағларымызда ве сайтымызда тапа білесіңіз. Левиза Сидбелялова, Миллет үшін.